Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Біз бүгін жалпылама адамның психологиялық қасиеттері туралы айтатын боламыз. Енді мына сөздерге мән берейікші. Әр адам өзін басқалардан әрдайым жоғары қояды. Әркім өзінше маңызды. Енді мына нәрсеге мән берейік. Шындығы сол, сіз күнделікті көріп жүрген адамдар өздерін белгілі бір деңгейде сізден жоғарымыз деп есептейді. Ал мұндай адамдардың жүрегіне жол табудың ең тиімді тәсілі өзіңіздің оларды мойындайтыныңызды, олармен келісетініңізді, ебін тауып, шынайы түрде оларға жеткізе білу. Өмір жолыма кездескен әр адам өзіне тән артықшылықтары бар. Олардан үйреніп тәлім аламын деген Эмерсонның сөзін есте сақтайық. Енді шыны керек, біз адамдардан көп байқаймыз ғой. Мысалға сөйлескен кезде ол адам әңгіме барысында болсын, болмаса былай өзінің іс-қимыл жағынан болсын, сізден өзінің сізден жоғары қойғанын байқап қаламыз. Ондай жалпылама қоғамда жиі кездеседі, сондықтан бұл сіздерге айтып отқан бұл тақырып өте өзекті тақырып. Енді мына тамаша сөзге мән берейікші. Демек, әңгімені сұхбаттас адамның мүддесі аясында өрбіту арқылы екі жаққа да пайда тигізуге болады. Қол астындағылармен тіл табыса білудің керемет үлгісін көрсете білген Говард Херцог тура осы қағиданы ұстанатын. Бұл қандай пайда көресің деп сұрағанда, бұдан қандай пайда көресің деп сұрағанда, ол өзінің адамдардан алғыс алатынын және әр адаммен әңгімелесу оның өміріне бақыт сыйлайтынын айтқан еді. Енді шыны керек, біз адамдармен сөйлескен кезде міндетті түрде сол адамның әңгімесі аясында өрбітетін болсақ, біз адамдармен тез тіл табыса аламыз. Енді жалпылама қағидамен қорытындылай кетейін. Енді мұқият мән берейік. 5-ші қағида, яғни Дейл Карнеги бойынша, әңгімеңізге өзге кісінің мүддесі арқау болсын. Міндетті түрде комментарийға ойларыңызды жазсаңыздар, нұр үстіне нұр болар еді. Көңіл қойып тыңдағандарыңызға көп-көп рахмет.